Армысыздар, құрметті көрермен. Павлодар қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі 2013 жылы 27 тамыз күні өз есігін айқара ашқан еді. Бүгін дәл осы күнге 6 жыл толып отыр. Ендеше сүйікті мектебіміздің туған күнімен баршаларыңызды құттықтаймыз. Келесі кезекте мектебіміздің қызметкерлерінен құттықтауларды қабыл алыңыздар. Барлық мұғалімдерді, барлық біздің оқушыларды құттықтаймын. Оның ішінде мұғалімдер мен оқушылар ғана емес, бүкіл Павлодар халқын құттықтап келеді. 6 жыл болып ашылғанына осындай үлкен, жаңа, заманауи, өте сапалы мұғалімдері бар мектептің ашылуымен. Осындай мектеп бар екеніне Павлодар халқы қуану керек. Өйткені мектеп ол жас мамандарды дайындаймыз, жас болашағымызды халықтың Павлодар қаласының, еліміздің болашағы осы мектептен шығады барлығы. Мектебімізге тек сәттілік тілеймін, әрқашан жеңістеріміз таусылмасын, көп бола берсін, мектебіміздің беделі өсе берсін. Я всех хочу поздравить с этим замечательным днем для нашей школы, для всех, кто работает в этой школе, для всех, кто как-то был задействован в формирование вот этого коллектива, формирование этих классов, воспитание наших детей, выпуске уже неоднократном нашей школы, выпускников наших. Я всем желаю здоровья, долголетия, процветания нашей школе, благодарных учеников, чтобы все учителя были достойны лучшего. Я желаю школе процветания, а учителям профессионального роста и творческих успехов. Я поздравляю нашу школу с юбилеем, с небольшим юбилеем. Очень рада всем нашим достижениям. Желаю, чтобы все успехи, которые мы добились на сегодняшний день, приумножались только лишь из года в год. Сіздерді бүгінгі мектептің мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге ең бірінші денсаулық тілеймін, ең бірінші шабыт тілеймін. Әрқашанда еңбектеріңіз жана берсін, шабыттана беріңіздер, шығармашылықтарын таусылмасын. Енді біздің мектебімізге, әріптестерімізге шығармашылық табыс, жаңа оқу жылында үлкен жетістіктерге жетіп, мектебіміз биіктен көріне берсін. Уважаемые коллеги, коллектив, всех поздравляю от всей души с днем рождения нашей школы. От себя лично хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, творческих успехов, карьерного роста. И самое главное, желаю, чтобы ученики Назарбаев интеллектуальной школы были всегда на высоте, были всегда первыми и только радовали нас своими достижениями. Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с нашим общим праздником. Независимо от того, что у нас очень много перемен за эти 6 лет произошло, вот именно 27 августа всегда такое чувство ностальгическое, как будто мы снова готовим школу, и вспоминается невольно тот наш задор, то наше воодушевление, вдохновение, с которым мы работали и работаем. И вот это чувство ностальгическое всегда бодрит и всегда позволяет вспомнить, зачем мы здесь, что мы здесь хотим сделать. И это всегда вдохновляет. Пускай во нашей общей работе это вдохновение всегда присутствует. Бүгінгі мектебіміздің туған күні құтты болсын. Мектебіміз өсіп, өніп, өркендеп, жетістіктерге жете берсін. Білім мен ғылымның, тәлім мен тәрбиенің ордасы болған мектебіміз тек биік шыңдардан көріне берсін. Если бы школа была человеком, то сегодня бы она уже пошла в школу, потому что идут первый класс уже 6 лет. Конечно, оглядываясь назад, понимаю, что был пройден очень большой путь. Но тех, кто стоял у истоков и действительно открывал школу, у нас очень мало. Здесь, хотя, конечно, пришли новые, школа должна обновляться, должна быть какая-то новая волна. Но я, честно говоря, действительно с удовольствием думаю о том, что 6 лет это уже срок, и это тот срок, который уже не только, так скажем, дает возможности, но уже и определенная ответственность, уже определенный опыт и вес, и ощущения. Поэтому всех с днем рождения. Хочу всех поздравить с 6-летием нашей школы. Желаю нам дальнейших успехов, развитий, новых идей, чтобы наши дети были
конкурентоспособны на мировом уровне, не только по Казахстану и СНГ. Для этого у нас есть все, есть материальная база, учителя. Мы, как техперсонал, делаем для этого все, чтобы было комфортно и удобно учиться для наших учеников. Есімде 2013 жыл мектептің ашылу салтанатына қатысып едік. Дамир Дайыров екеуміз жүргізуші болатымыз. Содан міне 6 жыл бірақ өте шықты. Енді 6 мен 7 жасар балаға ол үлкен бір қадам алдында тұрған кезең, мектепке баратын кезең. Енді бізде көп белестерден өттік, жалпы біздің мектеп. Бірақ алар, асулар әлі алда деймін. Сондықтан сол ниетпен біздің Назарбай зияткерлік мектебін шын жүректен туған күніңмен құттықтағым келеді. Расти, побольше зарплаты, благосостояние, всего хорошего, чтобы наша школа росла, становилась больше и лучше, и сотрудники также росли с нами. Ну, с праздником всех! Біздің мектепке шығармашылық табыс тілеймін, жақсы оқушылар көп болсын, мектебіміз жасай берсін. Today is a really special day for our school, and I think we have so much to celebrate. I'm sure that there are many successes ahead of us. So my best wishes to all of my colleagues and to all our school students and everyone who is involved in our school. So I'm sure that there are many things we can do together, and I'm sure that success is ahead of us. Thank you. Ең бірінші басымыз аман деніміз сау болсын, мектебіміз көрке бесін, ауыз бірлігі болсын, балаларымыз ақылды болсын. Мен өте қуаныштымын, мектебімді құттықтаймын, үлкен табыстарға жеткізсін, балаларымыз аман есен болсын, коллективіміз жайнай берсін. Бүгінгі мектебіміздің 6 жылдық үлкен тойменен құттықтаймын. Зор денсаулық, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Happy anniversary, Nish Pavlodar. 6th anniversary. Well, happy anniversary, and yes, I hope you all the best. Ал құрметті әріптестер, сендерді 6 жыл мектептің құтты болсын, тілейтін сендерге зор денсаулық, ашық аспал, мол бақыт. Мерей тойыңызбен құттықтаймын. Баршаңызға табыс. Жаңа оқу жылы тек мектебіміз биіктен көрінеміз. Басталғанда жаңа ғасыр өткелі, бір жарғанда жастығымның көктемі, біздер үшін айқар ашты есігі, елбасының зияткерлік мектебі. Көсе берсін мектебімнің өркені, желбіресін